Қайырлы күн. Бүгін мен каналымда осындай өте дәмді хачапуридің рецептімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, және видеоны толықтай көріңіздер. Ең алдымен бізге керегі суымызды және сүтімізді құйып, тұзымызды және ашытқымызды, шекерімізді салып толықтай араластырып аламыз. Одан кейін бетін жауып 10 минут көлемінде қоя тұрамыз. 10 минуттан кейін осылай ұнымызды қоса отырып, араластырып, тестімізді басамыз. Міне бізде өте жұмсақ тесто дайын болды. Енді оны қақпағын жауып 15 минут көлемінде қоя тұрамыз. Сұйық майымызды құйғаннан кейін осылай ие қанғанша кемінде 5 минут илейтін боламыз. Міне қыздар, біздің тестіміз дайын болды. Енді оны құрғақ ыдысымызға салып, бетін жауып қоятын боламыз. Нанымыз көтерілгенше біздер сырларымызды үккіштен өткізіп алатын боламыз. Айта кететін жай, менде екі түрлі сыр, байқасаңыздар, біреуі ақшылдау, біреуі сары. Мен өзім солай екі түрлі сыр алуды жөн көрдім, ал сіздер қалауларыңызша жасауларыңызға болады. Одан кейін біздер үстіне сүтімізді құйып, араластырып қоямыз. Енді міне көтерілген тестімізді алып, қақ ортасынан екіге бөлеміз. Бізде екі хачапури шығады. Енді осылай екіге бөліп алған тестіміздің біреуін алып, дөңгелек формаға келтіріп, оқтаумен немесе қолмен жайып алатын боламыз. Одан кейін дайын болған салмамыз сырларымызды екі жақ шетіне бірдей қылып салып алып, қайық тәріздес етіп, хачапуриміздің формасын келтіріп орайтын боламыз. Осылай орап болғаннан кейін ортасына салмамыз салып, екіншісін де дәл осылай етіп салып алатын боламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып, осылай жан жақтарын бәрін жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште 200-220 градуста пісіріп алатын боламыз. 15 минут көлемінде піскеннен кейін алып, қайтадан екі жұмыртқамызды тап осылай жарып, дәл ортасына келтіріп, қайтадан 5 минутқа пешке саламыз.
Міне қыздар, дайын болды біздің хачапурimiz. Өте дәмді. Тіл үйрет, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сондықтан өздеріңіз жасап көріңіздер, міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Ас болсын.